Аманат партиясының жер аманаты жобасы аясында заңсыз жекешелендірілген немесе пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы және жайылымдық жерлер мемлекет меншігіне қайтарылуда. Бұл бағытта Бөрлі ауданында жұмыс қарқынды жүруде. Биыл 12 мың гектарға жуық жер мемлекетке берілген, партияның өзге де жобалары нәтижелі жүзеге асып келеді. Аманат партиясы ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсарту, шаруашылығын қолдау мемлекеттің алдында тұрған стратегиялық міндеттердің бірегейі деп санайды. Сондықтан биыл бірнеше жобаны қолға алды. Атап айтсақ, ауыл аманаты жобасы аясында 40 адам 2,5% жеңілдікпен несие алуға өтініш берген. Бүгінгі күні оның 34-і 284 миллион теңге қолдау қаржы алған. Жер аманаты бойынша да жұмыстар қарқынды жүруде. Жоспар бойынша біздерде 5500 гектар жерді мемлекеттік меншігіне қайтару керек еді. Біздің енді комиссиямыз, жер аманаты комиссиямыз одан көбірек 10 мыңның үстіне қарай шығардық. Қазіргі таңда жылдың аяғына шейін 12 мың гектар жерді мемлекет меншігіне қайтарамыз. Ол қайтарылған жерлерді көбінесе бізде егістік жерлер. Мына біздің Бөрлі ауданымыз егістік өлке. Жер алам дейтін кісілерге біз егіс егуге, мал шаруашылығынан гөрі егіс егуге шақырамыз. Себебі неге? Бау-бақша егуге, жаңағы суармалы бау-бақшалар егілсе, бұл осы жерде біздің халқымыз саны бар. Өзіміздің бау-бақша өнімдерімен халыққа арзан бағамен әкеліп тұрса, бізге өте жақсы болады. Партияның аудандық филиалына 2 мыңға жуық адам мүше. 16 бастауыш партия ұйымы жұмыс жасайды. Олар жергілікті жерде партияның рөлін арттыру, жастармен белсенді жұмыс жүргізу және білім сапасын жақсарту мәселесімен айналысуда. Қазіргі күні әлеуметтік мәселелерді шешу, мемлекеттік жобаларды халық арасына насихаттау, түсіндіру жұмысына белсенді атсалысып келеді. Жаңағы аз қамтылған отбасы, көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандардың тарапынан біраз ұсыныстар, сұраныстар түсіп жатады бізге. Көмек ретін сұрап, қолдау сұрап деген сияқты. Енді қолымыздан келгенше партия тарапынан біраз көмектер, дәрі-дәрмек, азық-түлік жағынан, емдік шара көрсету, отын, су әзірліктері жөнінде, қысқа дайындық жөнінде біраз шаралармен қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Студенттер, мүгедек жандарды қаржылық сауаттылыққа тегін оқытып, сертификат беру мақсатында біраз жұмыс атқарылды. Бүгінде партиялық жобалардың маңыздылығы артуда. Атап айтсақ, ардагерлерді ардақтайық, бақытты отбасы жобалары бойынша қайырымдылық іс-шаралары ұйымдастырылды. Кедергісіз келешек аудандағы бірқатар әлеуметтік нысандардың мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға қол жетімділігін зерделеді. Аудандық партиялық бақылау комитеті бірнеше нысандарды аралап, пандустар, арнайы қоңыраулар, көру қабілеті нашар жандарға арналған жолақтар, дәретхана, арнайы қызмет көрсету бөлмелерінің қаншалықты талапқа сай жасалғандығы жөнінде мониторинг жүргізді. Сондай-ақ сын ескертпелер бойынша ұсыныстар берілді. Орындалуы партияның бақылауында. Баға тұрақтылығы, баға мониторингі. Біз әдейі осы арнайы комиссия мүшесі құрылып, әрбір жаңағы сауда орындарына барып, бағаның тұрақтылығын бақылап отырамыз. Қыркүйек айында мектепке жол бағдарламасы акциясы, яғни ол акцияда біз осы партияның атынан мектеп оқушыларына, аз қамтылған отбасыларға әртүрлі мектепке керекті құралдармен, мектеп сөмкесімен, оқу құралдарымен қамтамасыз еттік. Осы біздің істелген, атқарылған жұмыстарымызды ғаламтор желілеріне салып атқарған істерімізді көрсетіп отырамыз. Жыл басынан бері қоғамдық қабылдау арқылы 83 азаматтың мәселесі тыңдалып, оның 62-сі оң шешімін тапқан. Ажар Гүләлиева, Ербол Меңдіғалиев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.